Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздерге жаздық алмадан қалай жаймағақ жасауға болатынын көрсетемін. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Үйдегі осындай көп алмаларды не істеуге болатынын білмесеңіз, жаймағақ жасап көріңіз. Себебі табиғи жолмен жасалған жаймағақтың ешқандай қоспасы жоқ. Ол барлық адамға ұнайтын нәрлі өнім. Ең алдымен осындай үзіп алған алмаларымызды ашып тазалаймыз. Тазалап алған алмаларымызды өстіп бөлшектеп кесеміз. Міне барлық алманы әдемілеп кесіп алдық. Ал енді бұларды блендерге салып еземіз. Міне біз барлық алманы блендермен езіп алдық. Енді бұларды пісіреміз. Түбі күйіп кетпеу үшін кішкене су құямыз. Міне осындай қайнаған кезде қалауыңызға қарай қант қосасыз. Көбігі шыққаннан кейін көбігін тазалап алып тастайсыз. Ал енді оны жарты сағат бойы қоюланғанша қайнатасыз. Қайнағаннан кейін осындай үлкен қалың салафанның үстіне жайып кептіресіз. Алдымен жаймағақ кепкеннен кейін оны алған кезде жабысып қалмау үшін салафанның үстіне май жағып аласыз. Жаңағы салафанымыздың үстіне өстіп тегістеп жағып шығасыз. Міне біз бәрін бір тегіс етіп жағып болдық. Енді күннің астына қойып өстіп 2 күн бойы кептіреміз. Екі күн өтті, біздің жаймақағымыз дайын болды. Бұл табиғи жолмен жасалған жаймақақтың ешқандай қосымша қоспасы жоқ, қанты аз, денсаулыққа өте пайдалы. Осылай кесіп, дастарханға қойып қойсаңыздар, үлкен кішінің бәрі ұнатып жейтін болады. Бұл қақ маған өте қатты ұнады, сіздерге де ұнады деген ойдамын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бұл қақтарды тоңазытқышқа салып қысқа дейін сақтасаңыз да болады.